Кіші жүз әлім руынан тарайтын Шумеке тармағы жайында не білеміз? Сол жайында болады әңгімем. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, әрі жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыз. Әрі қоңырауға басып жіберіңіз, уақытылы біліп отырасыздар шығарымды. Шумеке руы 6 ата әлімнен тарайды, яғни әлімде байылы да өткенде айтып кеткендей Алша татардан тарайды, яғни кезінде Шыңғыс ханның әкесін улап өлтіріп Алша татарлар. Шыңғыс хан барша моңғолдың басын біріккен кезде осы Алша татарларды құрып, тек қана Шыңғыс ханның бір тоқалының, яғни қайын жұрттары мен және Бату ханның қайын жұрттары тірі қалады. Бату хан мына Алтын Ордадан құрған кезде осы сағалап осы Қазақстан жеріне келеді. Осылайша Алшын руы пайда болады. Жүзде Шумеке руы аса үлкен рөл атқарған, әрі талай батырлар мен би шыққан ру. Әбілқайыр ханның кезінде үлкен билікке және ықпалды болды. Сол кездердегі батырларды айта кетсек, Арыстанбай батыр, Төре батыр, Қара батыр. Бұл батырлар Әбілқайырға ең жақын деп айтуға болады. Әрі жоңғар шапқыншылық кезіндегі Әбілқайырмен бірге бүкіл шайқастарда қатысқан, әрі 1771 жылдардағы орыс қазақ арасындағы әскери одақ құруына да толық қатысты, атсалысты. Яғни 71 ру басшыларының арасында осы батырлар да қатысты Әбілқайыр ханмен бірге. Әрі Әбілқайырдың Барақ сұлтанмен арасындағы дала тартыс кезінде де бірге қаза тапты. Тағы айта кететін ықпалды тұлғаның бірі Мәмбет би, яғни Әбілқайыр ханның балдарының аталығы деп айтуға болады. Ханның балдары осы Мәмбет бидің тәрбиесінде болған. Және Тәттімбет биді айта кетуге болады. Яғни 1734 жылы екінші Екатерина патшайымға келіссөз жүргізуге барған делегацияның ішінде осы Тәттімбет би болды. Яғни сол кездердегі Тәттімбет бидің екінші Екатеринаға айтқан сөзі: хан мен екі ара келіссөздерді қазақтар толық мойындамайды, өйткені қазақтардың бәрі құрылтаймен шешіледі. Әбілқайыр өлгеннен кейін Шумекелер үлкен ұлы Нұралының отқан және орыстарға толық бағынышты болып қалған мойындамай, олар өз басқа ұлы батырды өзінің ханы қылып сайлайды. Осылайша қазақ даласында екі хандық пайда болады. Әрі Шумекелер қолдаған батыр хан мен жан-жақтан қазақтардан да өзінің және орыстардан да қорғануға, екі жақтан қорғануға мәжбүр болып ұзақ созылмады. 19 ғасырдың басынан бастап Шумекелер орыстың билігін мойындауға тура келді, бірақ толық қағаз жазында мойындағанмен толық іс жүзінде мойындамайды. Шумекелер әрі Қоқанмен де қақтығыстар болады. Қоқанның үнемі шабуылдарына, өйткені Шумекейдің алып жатқан территориясы кең бұл, Есіл өзенінен бастап Самарқандқа дейін территорияда, сондықтан да қорғану қиындыққа түсті. Арынғазы ханның көтерілісін қолдап, яғни ол кездегі Арынғазы хан Қоқанға да және Ресей империясына да қарсы шығып көтерілісін орыстар басқаннан кейін, яғни Арынғазы ханы Сібірге айдап жібергеннен кейін, Жанқожа Нұрмұхамедұлын, Жанқожа батырды қолдап біраз Шумекейдің батырлары шығады. Сарман батыр, Мырзабай батыр, Қыстаубай батырлар, Тоғанас батыр. Бұл батырлар, яғни Жанқожа батырмен бірге көтерілістерде үлкен күш болып, кейін Кенесары хан қосылады. Кенесары ханды қолдап Ресей империясы қазақ даласында, соның ішінде кіші жүздегі бүкіл көтерілістер толық басқаны кейін деді. Шумекейлер толық мойындаған ру емес, яғни соның бір дәлелі Шумеке руынан да сұлтандар мен болыстар шыққанда, соның бірінің ішіндегісі Сармырза Мырзабекұлы кіші жүздің биі болып сайланған Түркістан генерал-губернаторының бетіне айтады, яғни Шумекейлер салық төлемейді Ресей империясына деп. Және Алмат Тобайбергеновті айтуға болады. Ресей империясының шенеулігі болса да, Қоқан Хиуада елшілік еткен, кейін осы қазақ даласына талай медресе мен мектеп салған, білімге ұмтылған кісілердің бірі. Және Шахурат Алмасовты айтуға болады. Талай ырғызды 40 жылдай басқарған, уезді мешіт пен медреселер салған. Шумеке руы патша үкімет кезінде де билігін мойындаған емес. 1916 жылы қазақ даласындағы патшаның жарлығынан кейінгі үлкен наразы болып көтеріліс ошақтары басталды. Соның бірі осы Торғай мен Ырғыз болысындағы Шумекейлер көтерілісті өздері өз қолына алып, өзі басшылары болып бірінші бастаған рудың бірі кіші жүзде. Шумекейлер Тау болысында Әменбет Шұбановты өзінің ханы қылып сайлап, қол жинап, басын біріктіреді осы көтерілісте. Келесі басқа Шумеке Айжарқын Қанаев Кенжеғара болысында хан қылып сайлайды. Патша үкімет құлағанша дейін көтеріліске қатысқан Шумекейлер кейін большевиктер келгеннен кейін, яғни 1930 жылдарда қайтып көтеріледі. Яғни большевиктердің саясатына бас көнбей қазақ даласын қанағаттаған қазақ халқын сол кезіндегі 16 жылы көтерілгенге қатысқан адамдар осы көтерілісті көтереді. Яғни бұл көтерілісті сарбаздар көтерілісі деп айтады. Бұған қатысқан адамдардың көбісі, яғни
көсемдері болған Айжарқын Қанаев, Мұхамбет Сәметов, Пермағамбет Дуалбаев, Ақмырза Досов, Сыдық Әметов деген тағы басқа көптеген адамдар өз үлесін қосады көтерілісте. Сол кездердегі большевиктер қанша мықты болса да келіссөзге жүгінуге тура келеді, шарасыздықтарынан, яғни шөмекейлер бас алмағандықтан. Әрі сол кездердегі қазақ даласындағы беделді сауатты адамдар келіссөзге жібереді Әліби Жангелдин мен Сәкен Сейфуллинді. Олармен шөмекейлер өз талаптарын қояды, яғни коллективация қойып, қазақтардың малын тартып алуын қойсын, әрі біздің дінімізге кіріспесін, мешіттерді жаппасын деп. Осылайша екі ара келіссөзге келіп, Әліби Жангелдин мен Сәкен Сейфуллин уәде береді, яғни большевиктер шөмекейлердің ішкі шаруасына араласпай, малдарына тиіспей, саясат жүргізбейді, коллективация деген. Әрі көтеріліске қатысқан сарбаздарға амнистия береміз деп, бірақ кейін Голощекиннің келгеннен кейін ол көтерілісшілердің және басшыларына қуғын жүргізеді. Қалай мамыр айында бүкіл сарбаздар қару-жарағын тапсырып бейбіт өмір сүреміз деген кезде большевиктердің жендеттері келіп көтерілістің басшыларының бәрін тұтқындай бастайды. Осылайша кеңес, яғни большевиктердің қанша мықты болғанмен шөмекейлер шарасыздығын көрсетіп келіссөзге тура келеді. Бірақ большевиктердің екіжүзділігінен, Голощекиннің жауыздығынан шөмекейлер сеніп қалады, бүкіл келіссөзі берген уәделерін орындайды деп. Сонда да бірақ шөмекей ру қанша батырларын жоғалтса да сынған ру емес, және осы қазақ даласына кіші жүзге қосқан үлесі мол деп айтуға болады. Басқа да рулар жайлы білгілеріңіз келсе комментарийға жазыңыздар, лайк басып, каналға жазылып, жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосыңыздар, әрі қоңырауға бас жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.